Сәлем достар, бүгін мен сіздерге ағылшын үйренуге арналған приложенияларды айтатын боламын. Кеттік. Бірінші Duolingo, екінші Simpler және де үшінші Cake. Және де тағы да басқа приложениялар. Осы үшеуі өте жақсы приложениялардың бірі. Және де тағы да айтарым, английский язык обучение деп жазсаңыздар, өте көп приложениялар шығады. Бірақтан сіздерге айтарым, Duolingo ең күштісі. Өзім оны қолданғанмын. Яғни ағылшынды сол жақтан үйрендім. Әрине барлығын меңгеріп кеткен жоқпын толықтай. Бірақтан сәл де болсын сіздерге көмегін тигізетініне сенімдім. Барлықтарыңыз қолданып көріңіздер. Және достар, ағылшын тілін үйрену дегенге приложениялар. Мысал үшін, мына жерде ағылшын тілі. Бұл жерде әліпбилер, сандар, түстер, жануарлар, тағамдар, жемістер, аң-құстар осыларды айтады. Ал мысал үшін осы біздің тартыл деп тұрғанымызда әліппе, барлығында түстер, грамматикалар, келім атаулары айтады. Және де мынандай жазып бере алады, малай. Және де бұлардың ережелерін айтады. Мінекей көріп тұрғандарда түстер айталды, және олардың жазылуын айтады. Және түрлі ойындарда болады. Тағы да айтатын келсек, мынау бар. Бұл жерде ойын ойнатады. Және мына жерде көріп тұрғандарыңыздай выберите урок. Бұл жерде тақырыптар таңдайды. Ал мына жерде уже тапсырмалар орындайды. Бұл жерде міне ағылшындықтар өте көп. Осы. Сәлем достар, және де сіздер қыздар көшіңіздер. Обязательно подписка деген батырманы басып кетіңіздер, және де лайк жазыңыздар, басыңыздар. Және де бүгін біздің видео ағылшын тілін үйренуге қажет приложениялар деп аталады. Бұл сіздің ағылшынша деңгейіңізді арттыруға көмек береді деген үміттемін. Мен үшін ең керемет приложение ол Simpler және де Cake. Cake ол сөйлеуге және тыңдап жазғанға керемет приложение. Сәлем достар, менің атым Милана. Мен бүгін сіздерге английскийді үйрететін приложенияларды айтамын. Олар Simpler, Cake, английский для начинающих, политок, 300 слов, английское обучение, тағы басқалары.